Мери, сізден бастаймыз. Я көрсете беріңіз. Аян. Не себепті Аян? Сол балауса ханым енді осы жерде қолдағанына байланысты барлық сөйтіп ойлап жатқан шығар, мен де сөйтіп ойлап отырмын. Қолдап, сол дұрыс болмаса да, дұрыс болса да Аянды ғана қолдай береді соған. Жақсы, Гүлвира. Менде де Аян бұл жерде. жаңағыда енді Мерей барлық айтып жатыр ғой. Көріп жатырмыз, расымен де Аяндікі дұрыс болсын, болмасын. Аян не айтса да Аяндікі дұрыс болады. Назерке үшін әрқашанда Аянды қолдап, соның жағында жүреді ғой. Енді тіпті жанында жүрген маған қарсы шығып Аянды қолдап жататын кездері болады. Сондықтан да Аян деп ойлаймын мен. Шолпан. Қысқа ғана айта кетесіздер. Балауса ханым Аян деп ойлаймын, қыздардың пікіріне қосыламын. Аян деп ойлаймын, қыздармен қосылам дейді. Юля ханым. Ислам. Ислам? Сіздің хабарыңыз бар ма өзі? Юля ханым, айтсаңызшы неге? Білмеймін, балауса ханым, менің ойым ислам сияқты, өйткені көріп келдің қасында отырмын ғой, менің де біраз көріп келдің, ашылып кеткен шығар. Бірақ менің ойымша ислам сияқты. Ислам, сіз өзіңіз кім деп Жалпы мен өзім білмеймін. Менің өзім ойлағанмын, негізінде Бекзат деп. Себебі кеше мына жерге қыздарды таңдап алып шығыңдар деген кезде бірден Назеркені алып шыққаны бар, одан кейін бірге видео түсіріп жүргендер бар, көзбен көріп жүрген екен, сол ғана деп ойлаймын. Ал өз басыма келетін болсам, мен іштегі қатысушы қыздармен жақсы араласам, бірақ жеке шекарадан асырмаймын да. Сол үшін білмеймін, мен өзім емес деп ойлаймын. Сандуғаш. Мен кішкентай қылып жазып қойыппын, бірақ көрінетін шығар. Мен де Аян деп ойлаймын. Өйткені дұрыс болсын Аянның сөзін сөйлейтін. Сайыстан бері қолдап келе жатыр. Және де дауыс беретін кезде де Аянға 5 қойындар деп өзінің айтқан сөздері бар. Сол себепті Аян. Солай айтып жатыр ма сізге? Дауыс қойған кезде ол сенбілік эфир ма? Иә, сол ұлдар сайысқан кезде сөйтіп жарнамада айтқан сөздері бар еді. Күттейтіндеріңіз бар екен, бар болып тұр ғой бір-бірлеріңізді. Назым. Балауса ханым, менде де Аян. Аян. Өйткені енді былай қарайсың ғой, жүрген кезде де взглядтарымен кішкене пересекация еткендері, бір-біріне қарағандары сәл басқашалау сияқты болып көрінеді енді маған. Маржан. Балауса ханым, мен де Аян деп ойлаймын, өйткені сайыс кезінде де, сайыстан кейін де осы Аянның орын алған әділдік деп қатты шырылдаған қыздардың бірі болатын. Сол кезде байқаған болатын, Аянға сезімі бар сияқты деймін. Барлық қыздар Аян деп ойлайды, Юля ханымнан басқа.